Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Ел жұрт аман ба? Мен сол жағындайғы Асқар, бір жылдай болып қалды. Бір жылдан асып қалды. Европада дальнобойщик болып жұмыс жасап жатырмын. Алдын бір фирмада жұмыс істеген. Сосын онда код 95-ті алып, оқып, үйреніп, қыр-сырларын үйреніп, 6 ай істедім де, 6 айдан кейін зарплатасы дұрыстау, техникаларды жаңалап, жақсы фирмаға ауысып алдым. Қазір Volvo автокөлігін жүргізіп жатырмын. Европаның барлық қалаларында, барлық елдерінде жүк тасымалдаймыз. Оның ішінде ең негізгі таситын жүктері қағаз. Жаңа типографияның үлкен ролик қағаздары. Былайша айтқан кезде соған специализировать етіліп, арнайы соған бейімделген. Енді заводтар көп мұнда. Барлық заводтарды уже бөліп алдық десек болады. Бір барған заводыңызға, складқа 2 рет, 3 рет, бір казанзада даже 4 рет жоғыңыз бару мүмкін. Сондай. Енді Европаның біздің Қазақстанмен салыстырып, бұлардың жеткен жетістіктерін, техника жағынан, инфраструктура, жол инфраструктурасы, жалпы табиғаттың, ортаның тазалықты ұстауы, бір-бірімен қарым-қатынасы, сондай-ақ Евросоюзға кіретін мемлекеттердің арасындағы таможня. Осындай мәселелеріне вообще таңғалып ырза боламын. Бір мемлекеттен екінші мемлекетке өткен кезіңізде сізде ешқандай шлагбаум жоқ даже. Мысалға, население пункті 60-пен келіп жатқан болсаңыз, 40-қа түсіресіз, алдыңыздан камера болады. Сосын жазу болады: Бельгия, Нидерланды, Франция, Германия деген. Болды, содан өтіп кетесіз, уже басқа мемлекеттесіз. Біздегідей ұзақтан тұрып, мысалға Қазақстаннан Өзбекстанға өтетін болсаңыз, 2 күнде, 3 күнде, бір апталап тұратын кездер бар, мысалы, грузовой жерге. Ондай барьер вообще жоқ. Сондай деңгейге жеткен. Егер қажет болса, өздері камерамен іздеп тауып неғыла береді. Сондықтан да осындай моменттеріне, осындай жаңағыдегі жетістіктеріне біздің елге де жетсе екен деген арманменен, сондай ойменен видеоға түсіріп жатырмын да. Біздің ана жоғарыда отырған чиновниктер осыларды көрсе, осы жаққа арнайы келіп, практикаларын бізге енгізсе, біздің халқымызға үлкен жеңістік болатын еді. Тез дамуға, экономиканың өркендеуіне үлкен үлес болатын еді деп ойлаймын да. Сондай бір өзімнің айтар ойым бар. Енді қазір данный момент Volvo автокөлігін арнайы сервиске алып келдік, жіберді. Сол сервистегі условияларменен сет жағасын көріп өтейік. Volvo сервис, именно бүкіл нәрсесінің бәрі жасалған. Кофе бар, кофе, шай ішесің, басқа санузел барлығы бар. Мына жақта жаңағыдегі көріп отыратын демалып күтетін жерлері, залдары, орындықтары бар барлығын. Мына жақта жаңағы ресепшн, документіңді қабылдау болады, кілтіңді, құжаттарыңды, осындай өздерінің продукцияларын предлагать етеді. Осылай кондиционердің астында мұнда машинеңді кіргізіп, жасап жатыр ақын болып. Сондай барлығы современно, жоғары деңгейде, технологиясы да дамыған. Біздің елімізде осындай дамыған мемлекеттердің қатарына тезірек қосылып, осындай жоғары деңгейде сервистерге жете берсек, біздің экономикамыздың өрлеуіне, биіктен көрінуіне, жылдам дамуына үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Ал бүгін 2025-тің
11 июнь айы, жаз айы. Осы менің ақпаратым сіздерге бір ой түрткі болса, өте қуаныштымын. Мынау осы каналды жүргізіп жатырмын. Сондықтан да каналыма қосылып, астына комментарий жазып өтіңіздер, пікірлеріңіз қалдырыңыздар. Қызықты, әдемі табиғаты бар, біздің елімізге пайдалы видеолар түсіруге тырысам. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған Асқар Еуропадан. Сау амандықта жолыққанша.